Еңбек қатынастарын реттеуде жалақы өзекті мәселеге айналды. Дегенмен бұл бағытта қазір мамандардың тірліктері тындырымды. Айтар болсақ, көптен бері шешімін таппай келе жатқан 4713 жұмыскерге тиесілі 730,1 миллион теңге берешек толығымен өндірілген. Енді тек 144 жұмыскердің 22 миллион теңге қарызы қалып отыр. Ол Талас ауданындағы Жамбыл Недер кәсіпорнының үлесінде. Биыл 14 мыңға жуық адамның жалақысы 28,8%-ға көтерілген. Алдағы уақытта тағы 24 мың адамның еңбек ақысын көтеру жоспарланған. Сонымен қатар мамандар әлеуметтік еңбек саласын цифрландыру мақсатында жоспарға сәйкес облыстың 1247 кәсіпорнында 50 мыңға жуық еңбек шарттарын енгізуі тиіс еді. Бұл көрсеткіш 9 айда артығымен орындалып отыр, яғни пайыз көрсеткіші 113-те 9-ға жетті. Тағы бір айта кетерлігі, әрекет етіп тұрған заңды тұлғалардың 54%-ы ұжымдық шарттарымен қамтылған. Ұжымдық шарт не үшін қабылдайды? Ұжымдық шарт біріншіден осы минималды стандарттарды, яғни жұмысшылардың әлеуметтік жағдайларының материалдық жағдайын жақсартуға бағытталған. Сол бағытта еңбек кодексінің көзделген, бұл жаңағы жақсартуға бағытталған. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен EHR жүйесі қолданысқа енгізілді. Пилоттық жоба ретінде бүкіл еліміздің өңірлерінде жаңа министрлікпен жоспар бекітіліп, осы жоспарға сәйкес мынау жұмыс істеп жүрген азаматтардың еңбек шарттары электронды форматқа ауыстырылып отыр. Жұмысшы мен басшылық арасында мәселе туындамас үшін кәсіпорын мен әкімдік тікелей байланыс орнатуы керек. Осы мақсатта мамандар 5 мыңға жуық меморандумдар қабылдаған. Бейресми жұмыспен қамтылғандарды заңдастыру мақсатында да зерделеу жүргізген. Басқарма мамандарының айтуынша шамамен 64 мың жұмыскердің міндетті зейнетақы жарнасы болмаған. Олардың қазірде 4275-і заңдастырылып, еңбек шарттары реттелді. Нұрлан Абкәрім, Азат Байтемір, Жеті Ньюс.